Қайырлы күн достар, сіздермен Асел. Бүгін сіздермен өте үлпілдек, өте жұмсақ, нәзік пюрешка дайындайтын боламыз. Ол үшін картошканы қайнатып аламыз жақсылап. Менде мына жерде 1 килограммдай картошка. Сіздер қалауларыңызға қарай мен кішкене тұз сеуіп қайнаттым. Картошка піскеннен кейін суын төгіп езіп алдым. Одан кейін тұз салдым, тағы да май салдым көз жобамен, және де 1 бокалдай толтырып 1 бокалдай сүт құйып, бәрін жақсылап араластырдым. Езесіздер. Бұл жердегі басты лайфхак, бәрін, яғни картошка ыстық кезінде бәрін бірден осылай құйып араластырсаңыздар, керемет бір келкі однородный масса шығады. Осылай әдемі күшті болып шықты. Міне біздің осымен супер-пупер пюрешкамыз дайын. Қараңыздаршы, қандай нәзік, үлпілдек болып түсіп жатыр, е? Қасықтың ізін қарасаңыздар, қалай қалып жатқан. Осы пюрешканы міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Менің каналымда осы котлеттің де рецебі бар, кіріп қарасаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.